Pay 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 артық емес денелі арыстандай. Қазақстан, бүгін сен тағы да кешіктің. Украинадан зорға өттім бәке. Жолда соғыс болып отыр екен. Кіріп шықпасам болмас. Ұятты дедің. Айыпқа бермаңыз енді. Ай, бол, жарайды. Ал достар, мен бір сөз айтам. Оны өз тілдерінде қалай аталатынын айтасыңдар. Келістік пе? Иә. Жақсы. Сендердің елдеріңде қалай сәлемдеседі? Біздің үйде hello дейді. Ал бізде bonjour дейді. А у нас привет. Бізде ассалаумағалейкум, қалай жағдайың жақсы ма? Үй іші қалай? Мал жан, бала шаға, мышық тышқан бәрі аман ба? дейді бізде. Келесі сөз. Ақылды баланы қалай атайды? Smart boy. Я сюда интеллижу. Умный мальчик. Жұрттың баласы дейді бізде ондайды. Жақсы. Келесі сөз. Жаман бала. Bad boy. Мови яхсун. Плохой мальчик. Иттің баласы. Жақсы. Келесі сұрақ. Жолы болғыш, табысты баланы қалай атайды? Successful boy. Яхсун аксус бей. Успешный мальчик. Ой, ондай балалар бізде нағашыларына тартып кеткен ғой дейді. Ай, Қазақстан, сендерде неге олай? Қазақ қоғамында жұрттың баласы ол идеал. Үнемі біреудің баласын салға алып, өз баласына анау жұрттың баласына қара деп айтады. Шынымен сондай ма достар? Егер рас болса, лайк басып, тіркеліп кетіңдер. Иә.